жалпы адам не үшін дінді ойлап тапты, неге керек болғанын түсіндім. Соны өзі адамды қозғайтын екі күш бар. Біріншісі рахат, екіншісі қорқыныш. Рахат ол жұмақ, қорқыныш ол тозақ. Ал егер бұзсаңдар, отқа тастаймын мен сені. Солар арқылы адамды басқарады. Өйткені адамның миы қорқып жұмыс істейді, немесе рахат алу үшін жұмыс істейді. Бірақ 95% адам тек қорыққаннан жұмыс істейді. Сондықтан басқару құралы деген сол. Сондықтан мен жастарға үнемі айтамын, іздену керек, оқу керек, оқысаңдар, біліп қоясыңдар барлығын. Мен ақиқатты біліп туған жоқпын, бұл шындықты біліп туған жоқпын. Оқисың, ізденесің, мынандай екен, мына жерде мынандай нәрсе бар екен деген сияқты. Дінді зерттеуге қанша уақытыңыз кетті? Дінді мен мықты зерттедім деп айта алмаймын. Үстіртін зерттедім. Мысалға мен жұмыста жүрген кезде ұсынды. Жұмыста өсу үшін шығар, мүмкін маған мүмкіндік берген шығар. Зам директор болып сол кезде де ұсынды. Осындай кітапты оқып, пайғамбарлар тарихын берді, тағы бірнеше кітап берді. Мен өзім кітапты қатты жақсы көремін. Мен айналамдағы адамдардың көбісі маған жүретін кітап деп ат қойып алған. Қайрекең келе жатыр десе, жүретін кітап келе жатады. Кітап оқығаннан ләззат аламын, қуанышқа бөленемін. Неге? Өйткені мәліметтерді білген сайын түсінесің. Заман қайда кетіп бара жатыр, адам қайда кетіп бара жатыр, қайдан басталды деген сияқты. Сол кезде менде кітап оқу арқылы керісінше оларға кірген жоқпын. Керісінше ой пайда бола бастады. Ақылды адамдар, кәсіпкер, барлығы осы кітапқа сене ма деген сұрақ болды. Оқимын, мына ертеге қалай сенеді? Мүмкін емес, бір жерде қателік кетті. Сосын христиан дініне Ветхий Завет, Новый Заветке көштім, Тауратты үстіртін зерттей бастадым. Сосын Құдай тану баяны деген кітап сатып алып оқыдым. Одан кейін буддизм кетіп қалдым. Сөйтсем буддизм негізін қалаған Сиддхартха Гаутама, оны зерттеп келдім. Даудизмге, ситизмге келдім. Зарастризмге өтіп кеттім. Барып анимизмге барып тірелдім. Анимизмнен басталған. Одан кейін дуализмнің 1000 жыл өмір сүргенін көріп, жалпы адам не үшін дінді ойлап тапты, неге керек болғанын түсіндім. Соны түсінгеннен кейін енді мүмкін табиғатта бар ма, немесе генде бар ма, бұны бөліспей тұра алмадым. Мынаны құтқару керек. Срочно дабыл қақты миым, қазақты алып шығу керек. Хотя кішкене бөлігім болса да қалғандар алып шығады деп. Содан басталып кетті бұл жоба.